Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін сіздермен бірге iHerb-тан келген посылкаларды распаковка жасайтын боламыз. Мен біраз уақыттан бері iHerb-тан заказ бермей қалдым. Өйткені жаз мезгілінде достар, мен көбісінде демаламын. Балаларға ешқандай өзіме де ешқандай витамин ішпеймін. Енді август айынан бастап регулярно қайтадан витамин беретін болам. Және де достар, тағы да видеоларда распаковкалар енді алда жиі болатын болады. Достар, iHerb сайт дегенімізді білмейтін кісілер болса, бұл iHerb сайт деген америкалық сайт. Біздің Каспий магазин, Wildberries, Озон сияқты кәдімгі маркетплейс. Бұл жерде маған ұнайтыны, достар, Қазақстанға егер сіздің заказыңыз определенный суммадан асса, тегін доставка жасап береді. Және де бұл жерде ұнайтыны вознаграждение алуға болады. Және де бұл жерде ең ұнайтыны сапа. Витаминдардың сапасы өте керемет. Барлық стандарттарға, мировой стандарттарға сай. Сондықтан достар, iHerb сайтқа заказ бергісі келетін қыздар болса, қалай заказ беруді білмейтін болсаңыздар, маған жазыңыздар WhatsApp-қа. Менің онлайн курсыма жазылып, өздеріңіз заказ бере бересіздер. Мындай картонный бумага келеді. Транспортировка кезінде витаминдерге зиян тимес үшін, сынып қалмас үшін, шашылып төгілмес үшін. Бұл жерде 2 витамин. Бұл витаминдар миоинозитол, Fairhaven Health деген бренд, iHerb-тағы ең лучший брендтердің бірі. Миоинозитол деген ол табиғи өнім. Бұл әйелдердің месячный кезінде жеңіл өтуіне көмектеседі. Қандай да бір ауыр өтеді ғой, соны жеңілдетеді. Сонымен бірге әйелдің де және ер кісінің де репродуктивный қабілетін арттырады, бала сүюге деген мүмкіндікті көбейтеді. Және де миоинозитол миома кезінде, сосын кейін эндометриоз кезінде кәдімгі гинекологтар, репродуктологтар әйелдерге осы витаминді назначают прям дәрі ретінде да. Мына өздері жазылып тұр мына жерде. Ағылшынша мына менструальный циклды реттейді деп тұр, және ер кісілердің балалы болуға мүмкіндігін көбейтеді деп тұр. Ер кісілердің денсаулығын арттырады дейді. Мына жерде мына балансты нормализовать етеді дейді. Сосын кейін мына яйцеклетка, әйелдердің яйцеклеткасының жұмысын реттейді деп осылай жазылып тұр. Так, мына жерде миоинозитол 2000 доза. Так, күніне достар бұдан неше штук ішеді? 4 штуктан ішеді. Сонда бір ыдысы достар, мысалы әйел адамға 1 айға жетеді. Енді бұл витаминді негізінде ер кісі мен әйел кісі бірге ішсе, ол эффектісі өте жоғары болады. Сондықтан да мен өзім подругам осыны екеуін бірге заказ берді. То есть әйелі және ер азаматы екеу бірге ішетін болады. Күніне 4 таблеткадан ішкенде бір ыдысы 2 адамға 15 күнде жетеді. Сонда екіншісі 15, 1 ай ішеді. По идее, бұның курсы негізінде 1 ай деп жазылған сайтта, кәдімгі официальный аннотациясында солай деп жазылған достар. Вот. Сонымен бірге бұл нервті успокаивает, жаңағы, өйткені бұл миоинозитол Б комплекстағы витаминдер. Табиғи өнім болып табылады достар. Тағы да миоинозитол туралы көп білгілеріңіз келсе, негізінде интернеттен ашып көрсеңіздер болады, немесе iHerb официальный сайтына кіріп миоинозитол деп жазсаңыздар, отзывтар, енді өте көп отзывтар положительный да. Достар, мен осы уақытқа дейін көптеген кісілерге осы витаминді дәрігерлер жазған, назначить етіп, гинекологтар осыны менен алып ішкен, көп кісілерде результат керемет. Енді мен айтарым сіздерге, біріншіден гинекологқа көріну керек достар. При пландайды ғой, балалы болу кезінде, у кого-то, допустим, бала сүюге мүмкіндік өте төмен, сондай кісілер врачқа барып назначениемен осылай алып ішсеңіздер болады достар. Обязательно назначениемен ішкендеріңізге кеңес беремін достар. Келесі коробканы ашайық. Бұл үлкенірек коробка. Оны біз кішкене ашып дайындап қойдым. Сіздердің уақыттарыңыз алмайын деп. Тоже картонный бумагамен келеді. Айтып өткеніме, достарым, бұлардың бәрі Америкадан келеді. Біз сразу Америкадан алдыртатын болғандықтан транспортировка кезінде шыны болып келеді, кейбіреулер шашылып төгілмес үшін осылай жақсылап жібереді, орап. Так, достар, бұл жерде біздің қыздардың берген заказы. Можно сказать, что это совместная покупка. Мындай леденцы, чупа-чупс дейміз ғой. Бұлар жаңа
баланың денсаулығына қатты зияны жоқ, өйткені бұның құрамында қант жоқ деп айтады. Органический продукт, Юм Из деген бренд. Бұл ішінде 50 штук достар. Кішкене мен бұрынғы кездері былтыр өте көп заказ берген балаларыма. И биыл енді кішкене упаковкасын ауысқанын көріп отырмын. Так, мына қараңыздар, июньнің 21-інде шығарылған, 25 жылдың декабрь айына дейін срок годности. Так, значит, мына жерде Birds Bees деген бренд. Бұл брендтің витаминдері для детей. Мына жерде сироп. Так, мына жерде бәрі запаяно, достар, аша алмаймыз. Ішінде стеклянная бутылка. Вот, и мына жерде дозировкасын бәрі жазылып тұр. Қанша балаға, мына 1 жас пен 3 жастағы балаға, 4 жастан асқан балаларға қалай беру керек екені. Вот, мына 1 чайный ложкадан бересіз, ал 4 жастан асқан балаларға 2 чайный ложкадан бересіздер. 10 мл деп жазылып тұр. Ал 1-ден 3 жастағы балаларға 5 мл деп жазылып тұр. Мінекей. Так. Дальше. Для поднятия иммунитета, друзья. Так, дальше. Надо Smurfs деген бренд. Здесь Smurfs деген бренд. Значит, для поднятия иммунитета тоже. Потому что бұл алып жатқан қыз балалардың иммунитетін көтеру үшін осы витаминдарды жазып жіберді. Осыларды алайық деп. Мына 40 штук мына жерде көріп отқаныңыздар мармеладки. Мына балаларыңыз бұны с удовольствием жейді. Бұл витаминді жемейтін балалар жоқ, достар. Айхептағы витаминдер именно мармеладкида балалар с удовольствием жейді. Мына ішінде Элденбери, жандос не болып келеді еді? Элденбери деген білмейсің ба? Ягода, витамин С, Д и цинк. Так, мына жерде витамин С, Д, цинк дозалары. Енді дозалар үлкен емес, достар. Өйткені бұл жерде комплексті жүргеннен кейін для поднятия иммунитета. Так, бұны күніне екеуден бергенде бұл 20 күнге жетеді, достар. Вот. Дальше. Так, сироп. Бұл сироп Kids. Так, бұның бренді қандай еді? Осы бренд қой деймін, қателеспесем, Kids X Layer дейтін. Бұл мұрынға себетін спрей, достар. Мен бір кездері бұны алғам. 1 жастан асқан балаларға мұрнына тамыз жерес, мұрны бітіп, демаламай жатқан кезінде сразу мұрынды ашады. Және де бұл жерде айта кететінді 22 мл үлкен. Обычно аптекадағылар кішірек болып келеді. Ну, жалпы айтқаны экономично. Вот. Тоже запаян, а то ашып көрсетуші едім, достар. Сосын кейін мынандай Nutribiotic деген бренд, айхеттағы тоже танымал брендтердің бірі, тоже спрей. Бұл спрей 118 мл с ментолом и цинком деп тұр. На жерде. Да. И, значит, так, здесь витамин С. У нас это бренд Child Life. Бұны мен қанша рет алып, достар, қаншасын сізге көрсеткенмін. Мына жерде стеклянная бутылка, айхеттағы жақсы брендтердің бірі. Мен нетпеймін, ашпаймын, достар, өйткені мен тағы да пересылка жасаймын бұл витаминдарды. Сондықтан лучше осылай тұра берсін. Вот. Значит, Elif деген бренд, Natura Sway деген бренд, Elif деген линейка. Бұл для детей. Мармеладки тоже. Вот видите, да, мармеладки? 90 штук ішінде. Вот, 90 штук. И как раз осы біз алып отқан кезде балалардың витаминдеріне 20% акция жүрген еді. Мына достар көріп отқаныңыздар, айхетта бәрі прозрачный, қандай составында, қандай витамин бәрі жазылып тұрады. А, С, D3 витамин, Е, тиамин, рибофламин, ацин, комплекс витаминов Б, да, фолиевая кислота, B12. Мына биотин, цинк, йод, холин. Еще мына жерде тағы да нелер бар. Жеміс-жидектердің экстракттары бар, достар. Классный бренд, өзіме ұнайды Elif. И бұл Elif брендтің, достар, үлкен кісілерге де нелер бар, мармеладкалар бар. Кім капсула іше алмайды, сондай кісілерге осы витаминді ұсынатын едім. Мультивитамин. Вот. Значит, дальше. Тоже Elif'тан, но бұл ер кісілерге арналған для поднятия энергии для мужчин мультивитамин. Комплекс Б и еще тоже есть фрукты. Экстракт фруктов, 50 таблетка дейді. Так, давайте көрейік. Мына жерде көріп отырсыздар. Для чего екен? Көзге, иммунитетке, жүрекке,
энергияны көтереді және де мускулдарды көбейтеді деп жазылған. Вот, составын көріп отырсыздар, то же самое, все прозрачно, магний. Если кому-то интересно, можете стопқа қойып скриндап алсаңыздар да болады, достар. Вот, немесе осы ссылканың витаминдердің ссылкасын комментарийға келтіріп кетемін, достар, сондықтан да көрсеңіздер болады. Так, давайте я покажу вам неше күнге жетеді екен. Күніне бір таблеткадан ішкен кезінде, достар, бұл 1,5 айға жетеді ғой. 50 күнге жетеді ғой. Вот. Так, давайте, кстати, ашып көрсетейін, достар, қандай болып келетін. Здесь пластиковый получается. Такой вот получается. Так, көріп отқандарыңызда Elite деген бренд. Значит, дальше One Day дейді бұл жерде. One Day деген ол бренд для женщин, әйелдерге арналған мультивитаминный комплекс. Значит, вот состав тоже прозрачный. А, С, Д, Е, тиамин, рибофламин, группа витаминов В, фолиевая кислота должна быть, цинк, кальций, железо есть чуть-чуть, видите, да? Биотин, селен, магний, медь, хром. Классный. Вообще, айхерді жақсы көремін, бәрін прозрачный көрсетіп тұрады. Көп сайттардан алған витаминдер, достар, бұлай көрсетпейді дозировка. Просто қысқа нұсқа айта салат болды. Күніне 2-ден ішесіздер. И сол кезде бір контейнері дейді 80 күнге жетеді деп, мына көріп тұрсыздар, жазылып тұр. И мына Bayer деген бренд 160 штук прям. Видите, да? Так, здесь что у нас? Нет, бұл жерде ашамайды екен, потому что жерде барлығы жабық. Ну, где-то осындай сияқты пластиковый контейнер. Достар, сіздер ойламаңыздар, бұның бәрі пластиковый контейнер зиян екен деп, иә, достар, көбісі сөйтіп ойлайды. Но мен ол ойдан сіздерді арылыңыздар деп айтамын. Өйткені Америкада мына пластиковый ыдыстардың өзінің сапасы өте керемет. Олар мынаның адамға зияндығын уже қанша жыл бұрын нетіп, реттеп қойған, достар. Сондықтан беймарал қорықпай алып іше беріңіздер. Мына жерде бұл Futura Biotic деген бренд, мына жерде жоқ, иә, басқа. Futura Biotic деген бренд, бұл для подростков арналған комплекс, мына для тинейджеров деп тұр. Так, 13 жастан 19 жасқа дейінгі балдарға арналған витамин. Так, давайте составын көрсетейін сіздерге. Тоже, видите, богатый именно состав, классный. Подросток балаларға обязательно алып беріңіздер. Күніне 3 таблеткадан ішкенде мына бір ыдысы 1 айға жетеді бір балаға. Және бағасы да қатты, сондай қымбат деп айтамын, достар. Қолжетімді, составын көріп отырсыздар, қандай богатый. Обязательно балаларыңызға күзде алып беріңіздер, достар. Ата-аналар, иә. Значит, достар, мен коробкам уже пустой, ең соңғысы ол California Gold Nutrition'ның мындай жидкий кальцийі. Бұл жерде магний бар, достар, және де D3 бар. Мына бойының өсуіне арналған деп жазылған витамин. Мен бұл витамин туралы көп айтамын осы менің каналымда, достар. Және былтыр да көп алғанбыз осыны. Және де бұл California Gold Nutrition'ның iHerb-тың өзінің бренді, бағасы доступный. Сонымен бірге мына Child Life деген бренд бар, мына витамин бренді. Тоже осындай жидкий кальций бар, бірақ кішкене қымбатырақ жүреді. Вот. Мына жерін қараңыздар составын, достар. Мына кальций, магний, цинк, мына D3 да бар, көріп отырсыздар. Мына. И то же самое, да, қай жастағы балаға қаншадан береміз? 6 айлық баладан бастап бере бересіздер, достар. Өйткені кішкентай балаларға кальций міндетті түрде керек. Мына жерде бәрі көрсетіп, бір контейнер неше уақытқа жететіні. Көріп отырсыздар, иә? Бұл жерде көрдіңіздер ма, жарты литр ғой. Бұл ұзаққа жетеді. Бір балаға алсаңыздар, беймарал бересіздер. Біз мысалы 3 балам, мен өзім де ішкен бұл. Бұның дәмі өте керемет, кәдімгі йогурт бар ғой, сондай ғой. Наны балалар с удовольствием ішеді. Бұны ішпеймін деген бала жоқ шығар. iHerb-тың витаминдерін ішпеймін деген баланы несі көрмедім. Потому что мына мармеладки тоже. Потом тағы да бір түрлері келеді, достар. Өзім балаларыма заказ берген, тоже көрсетсем, ол жерде цитрат прессованный, да, и то ол дәмді. Сондықтан iHerb витаминдер өте керемет, мақтауға тұрарлық, айта берем, мақтай берем бәріңізге. Сондықтан, достар, осы видеоны көріп қалсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар, менің жаңа видеоларымды қараңыздар, iHerb-қа заказ беруді менен үйреніңіздер, немесе маған хабарласып,
совместный покупка жасап, солай алдыртып отырыңыздар достар. Бұл жерде жас айырмашылық жоқ. Үлкен кісілерге де бар, әйелдерге де бар, ер азаматтарға да бар, балаларға да бар. Мұрынға себетін спрейлер, для детей, для взрослых, вот эти конфеты, которые баланың денсаулығына зиянсыз. Витамин С не жоқ дейсіздер достар, бәрі бар. Для поднятия иммунитета, для фертильности, әйелдердің эндометриозы, миома кезінде ішетін дәрілер, для подростков. Енді бұл бер жағана достар, айкөртта 3000-ға жоқ магазин бар. Ішінде әр магазиннен ойлай беріңіздер, қанша продукциясы бар. Сондықтан осындай керемет платформа достар. Заказ беруге шын жүректен сізге кеңес беремін. Осымен видеомды аяқтаймын достар. Барлықтарыңызға рахмет. Менімен бірге осы видеоны қарап шыққандарыңызға, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Ал сау болыңыздар достар. Үлкен рахмет видеоны қарағандарыңызға. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Достар, бүгін айкөрптен келген келесі посылкамда распаковка жасайтын боламын. Өздеріңіз білесіздер, алда күз мезгілі келе жатыр. Мен жылда алдын ала дайындаламын достар. Сондықтан балаларға витаминдер заказ бердім. Міне Элгин деген штаттан салады, Америкадан. То есть витаминдер сразу Америкадан жіберіледі. Ешқандай просроченный там, не знаю, оригинал емес па деген сұрақтар болса, достар, мазаласа, онда міне көріп отқандарыңыздай барлығы прозрачно, қорықпай заказ бере беріңіздер. Где-то бір аптаның ішінде, где-то даже Алматыға заказдар солай келіп жатыр достар. Басқа қалаларға қазпоштамен салып жіберем, хабарласыңыздар. Достар, заказ бергенім Хемаплекс, айкөрттағы ең танымал витаминдердің бірі. Бұл витамин қаны аздық, яғни анемия дейміз ғой, соған қарсы витамин. 30 таблетка күніне біреуден ішесіз. Бұл жерде прессованная. Айшан ала қойшы, Айсұлтан. Жалғас, Айшан ала тұрыңдаршы. Мына прессованная, хелатный вид, видите, да? Коричневого цвета. Күніне біреуден ішкен кезінде бір упаковкасы 30 күнге жетеді достар. Так, міне составында бір ғана железо емес, міне поливитамин, видите, да? Витамин С, Е. Даже витамин С дозасын көріп отырса 300, очень это хорошая доза. А по идее витамин С для взрослых 500. Тут поливитамин, сондықтан 300 деген ол очень даже хорошая доза. Железо, міне кальций бар, витамин В комплекс, Е витамин, селен, магний, цинк, медь. Міне көріп отырсыздар. Барлығы бар, енді бұл өте керемет поливитамин. Вот так, срогын көрейікші, срогы қай күнге дейін ішуіміз керек. 2026 жылдың 11 айына дейін ішуіміз керек достар. Мені көріп отырсыздар, 2023 жылда жасалып шығарылған. Видно, да? Вот, Хемаплекс, бұның еще капсула түрі бар, гелевый капсула түрі бар. Сондықтан, білмеймін, өзіме осы версиясы достар самый выгодный деп ойлаймын. Өйткені по деньгам жақсы шығады. И составы да күшті. Вот. Басқа түрлерін күнде 2-3 реттен ішу керек, а бұл бір-ақ рет ішесіз, и все на этом. Вот. Дальше витамин, мультивитамин детский, бренд Соларей со вкусом вишни, 120 штук достар, минералы и витамины. Бұл мен балаларыма алдым 120 штук күніне бір екеуден ішкенде бір контейнер бір балаға 2 айға жетеді достар. Вот, давайте составын тоже покажу, тоже классный состав, видите, да, поливитамин. Вот, можете даже скринить, друзья, посмотреть витамин С да бар. С детям, по идее, доза 250 нормасы, а мына жер 150. Енді поливитамин болғасын айтып отқандай көп қып салмайды достар. Железо бәрі бар достар, классный. Значит, келесі бізде ол витамин В комплекс для поднятия энергии, 50 штук, бұл жерде со вкусом клубники. Вот, витамин В комплекс достар, мына фолиевая кислота бар ішінде, витамин В12, витамин С да бар екен аз-маз ішінде. А нет, 250, даже очень хорошая доза. Вот, витамин В комплекс, бұл нервты успокаивает. Витамин В комплекс ұйқыны жақсартады. Сондықтан обратите внимание, вот, друзья, тоже был бренд Соларей. Так же, как и здесь. Так, значит, что у нас здесь осталось? Осталось мультивитамин, Food
Future Biotic деген для женщин, для поднятия энергии. Мультивитамин, минералы 60 штук. Күніне бұны 2 таблеткадан ішкенде 30 күнге жетеді. Тоже поливитамин, достар, көріп отқандарыңыздай. Вообще мен айкөріпті сондай жақсы көремін, достар. Мен составтарын бәрін көрсетіп қояды, қандай богатый состав. Вот такой вот получается. Дальше витамин С 21 Century 60 штук. Достар, бұл да мен баларыма деп заказ бердім. Сөйтіп едім, тоже мен бүгін Зайсанға витамин салдым. Естеріңізде болса, өткен распаковкадағы витаминдарды. И сол жерде почтадағы қыздар маған осы тәте бізге де беріңізші деп. Скорее всего, бұны мен сол қыздарға беремін, потому что мен баларға мына поливитаминді берем ғой. Сонда витамин С-ны мен сол қыздарға берем. И, соответственно, өзім тоже заказ жасайтын боламын. Так, дальше, бұл жерде тоже для подростков, мен племянниктеріме алдым. Future Biotic, тоже как и здесь, көріп отқандарыңыздай, достар. Поливитамин для подростков. Жасы 13 пен 19 жастағы арасындағы баларға арналған. Тоже классный, супер состав. Көріп отсыздар, я. Осындай витаминдер келді, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Мені қарап отыратындарыңыз үшін комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Егер де сіздерге қандай да осындай витаминдер қызық болса, врач назначениемен алсаңыздар, сразу маған хабарласыңыздар. Мен сіздерге заказ беріп беремін. Кегесін Қазақстан бойынша почтамен жібере салам. Видеосын бәрін көрсетем, квитанциясын жіберем, достар. Қарап отырып өздеріңіз күтіп аласыздар почтамен. Алматы қаласы бойынша доставка жасап берем. Барлықтарыңызға рахмет, достар. Сау болыңыздар. Сәлем, достар, қалтаңыз қалай? Бүгін айырдан келген коробкаларымды распаковка жасап ютубқа салып қойдым. Қарап көрсеңіздер болады. Достар, қазір сіздерге осы жерде витаминдарды қысқа нұсқа таныстырып кетейін деп ойладым. Ол мынандай витамин келді. Сол кардың кальций, магний, цинк, тістің, кожамыздың, жалпы сүйектеріңіздің крепкий болуына арналған витамин. Дозасын көрсеңіздер болады. Магний, сколько кальций, цинк, 500 доза магний, кальций 1000 доза, цинк 25. Өте жақсы доза, күніне 4-ден ішкенде бір ыдысы 25 күнге жетеді. То же самое, здесь D3, кадавамен бірге, вот, тоже из фирмы Solarray, тоже дозасын көрсеңіздер болады, достар. D3-дің дозасы бұл жерде 5000. Көріп отырсыздар, иә. И К2, D3-дің организмге жақсы сіңуіне көмектесіп, солай қолдап тұрады. Тоже 2-3 штук міне. Сосын ақыры D3-ді айттық, енді D3-дің 5000 дозасына көрсетіп кетейін сіздерге. California Gold Nutrition 90 штук, күніне бірден ішкенде, сонда 90 күнге жетеді, достар. Бұдан біреу, екеу, үшеу келді. Қыздар уже хабарласып, бұларды алып алды уже. Барлығы клиентский заказдар, достар. Значит, келесі витамин ол аллергияға қарсы, аллерцин деген таблетки, вот такие, они очень классные, действительно работают, қыздар. У кого аллергия, обратите внимание, көп қинала бермей, осындай витамин алып ішіңіздер, күніне 2-ден ішесіз. Вот, мына жерде 48 штук ішінде, міне гомеопатический таблетки деп жазылып тұр. Вот. Значит, келесі бізде, и вот бұл жерде со вкусом апельсина, лайфло, лайфло, мына жерде 60 мл, сонда сіздерге бір ыдысы 450 күнге жетеді, достар. Так, мына жерде міне, көріп тұрсыздар, 450 күнге жетеді. Күніне 3 каплядан ішесіздер. Вот, срок годности бәрі 25 жылға дейін іше беруге болады. Значит, келесісі бізде адам деген витамин, бұл ер кісіге арналған 90 штук. Мынау өте керемет. Міне ер азаматтарға, смотрите, какой богатый, классный состав. Вот, стопқа қойып, немесе скриндап алсаңыздар болады. Күніне 2 штуктан ішеді, 45 күнге жетеді. Бәрі бар. Бұны ішкеннен кейін беймарал өзін жақсы сезінеді адамнан, көріп отырсыздар. А, С, Д, Е, Б комплекс, міне, биотин, магний, цинк, селен. Енді бар ғой, айта берсе өте көп нәрселер бар. Магнезия, көріп отырсыздар. К2. Классный, в общем, супер. Витамин кезінде менен осы көп кісілер осыны заказ беретін еді, ер азаматтар звондап, прям Алматыдан. Вот, келесі инозитол джеро формуласының 100 штук күніне бірден ғана ішесіз, 750 дозада. Обратите внимание, вот бұл витамин әйелдерге арналған. Циклды барлығын реттеуге арналған, я. Значит, D3 мен К2 көрсетіп вводим, по-моему. Значит, келесі витамин, это витамин С, значит, 1000 доза, это очень хорошая, качественная, большая доза. Күніне тоже бірден ішесіз, сонда 2 айға жетеді. Келесі витамин ол гинко билоба. Бұл витамин бас ауырғанға. Достарына гинко билоба деген шөп, басқа кислородтың жақсы жетуіне көмектесіп тұрады. Бас ауруын қойдырады. 60 штук күніне бірден ішесіз, сонда сізге 60 күнге жетеді, достар. 2 ай ішесіздер. Мына натуральный шөптен жасалынған. Мына вообще Naturals Factors деген бренд, әйтеуір өте жақсы брендтер. Обратите внимание. Значит, келесі бізде хелатный железо. 100 штук күніне сіз бірден бірден ішесіз, сонда сізге 100 күнге жетеді. Келесі витамин бізде детский D3, мына жерде 400 доза, шақалақтың аузына тамызып жібересіздер, 2-3 каплядан емізіп жатқан кезде. Вот, и баланың жаңағы сүйектерінің жақсы жетілуіне көмектеседі. California Gold Nutrition. Вот, значит, келесі бізде Hemoplex, бұл жерде поливитамин деп айтсақ болады, мына жерде көріп отырсыздар, составында барлығы бар. Не только здесь железо для поднятия иммунитета, для поднятия гемоглобина. Скриндап алып, тоже дозасын көрсеңіздер болады.
күніне бөлуден сонда бір айға жетеді. Вот, келесісі бізде мына жерде нұсқап кетіп ойлаймын, К2 бұл витамин D3-дің организмге жақсы сіңуіне көмектесіп тұрады. Вот, мына жерде К2 бөлек бірге тұр, D3 менен мына жерде бөлек тұр. То есть былай ішсеңіз де болады D3 и К2 мен бірге. Значит, келесісі бізде мынандай мармеладки, витамин С для поднятия иммунитета. Мен балаларға алдым бұны. Бұл жерде достар 60 штук күніне біреуден бересіз балаға. Даже екеуден деп жазған, мен біреуден бере беремін. Значит, иммунитетті көтереді. Қыста балаларыңыз температура, грипп бәрінен аман есен болады. Вот. Значит, келесі бізде омега-3, бұл Солгар деген бренд Айхерттағы. Вот, бұл брендті негізі аптекадан да алсаңыздар болады, достар, бірақ бағасын білмейді екен, салыстырып көрсеңіздер болады. Значит, келесісі мына жерде витамин А 5000 дозада. Значит, келесісі бізде витамин Е 200 дозада. Так, значит, келесісі фолат. Келесісі D3. Так, мына жерде D3 достар көп дозада, 10 000 дозада. Бұл врачтың назначениесімен анализ тапсырып, солай ішілетін түрі. То есть бұны алып, доза нормальный болып тұрса, сіздің D3-дің организміңізде. Бұны бұл үлкен дозада, аккуратно ішу керек. Обязательно анализ тапсырып ішу керек, достар. Мысалы, 5000 доза ол нормальная доза болса, а 10 000 доза, конечно, көбірек. Сондықтан будьте аккуратны, сначала анализ тапсырып барып ішесіздер. Бұл кісілер алып отырған кісілер кәдімгі анализ тапсырып, солай врачтың назначениесімен ішіп отыр. Бекерден бекер тоже ішуге болмайды, білесіздер, иә? Мына жерде комплекс Б плюс С екеуі бірге жүреді, бар ғой. Составы көрсетейінші сіздерге, міне күшті. 1000 витамин С и Б комплекс. Өте удобно деп ойлаймын, өйткені каждый раз көп таблетка ішкенше комплекс ішкен ыңғайлы, бірақ іше саласыз и болды. Міне доза несі көрсетіліп тұр, срок годности, бәрінің срок годности жақсы свежий. Значит, келесі бізде қалды, ол гималайский розовый соль. Вот такой вот. И мына жерде ыдысы ашылады, так, крышкасы. Так, міне былай ашылады, мына жерде все запаяно, конечно, и қолдана бересіздер. И осыған мындай не алды, сменный деп айтамыз ғой, сменный упаковкада мындай розовая гималайская соль. Упаковкалары классный. Вот. Потом в конце қалған коллаген, California Gold Nutrition. Коллаген көп қыздар сұрайды менен, Гүлжан, коллаген қандай бар деп Айхерта. Айхерта коллаген түрі көп қыздар. Главный бұл жерде бағасы, граммы, яғни жерде 200 грамм көріп отырсыз, составы, мына соған байланысты бағалары да әртүрлі, сапалары да әртүрлі деген сияқты. California Gold Nutrition Айхертың өзінің собственный бренді, сондықтан сапасы өте жақсы. Міне осындай витаминдар келді, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлжан, сау болыңыздар. Келген витаминдер, давайте оң жақтан бастайын. Кальций цитрат келді, витамин D3 мен бірге. Солгар деген брендтікі. 1947 жылдан бері витамин жасаумен айналысатын фирма, өте мықты фирма деп айту керек. Бұл фирманы сіздер осы Айхерттан басқа кәдімгі советский аптекадан да негізі алсаңыздар болады. Айхертті білмейтін кісілер болса. Ну, бірақ бағасын білмеймін, қаншалықты қымбат, арзан екенін да бізден. Бұл жерде 240 штук. Мына жерде кальцийдің дозасы 1000 доза, өте жақсы көп доза. 4 штуктан күніне ішесіз, иә, 2-ден ішсеңіз 60 күнге жетеді. 2 айға жетеді. D3-дің дозасы, конечно, азырақ, 600 ғана. Сондықтан D3-ді бөлек тағы ішуге тура келеді. Өйткені D3 кальцийдің организмге жақсы сіңуіне көмектесіп, солай қолдап тұрады. Жалпы витамин D3 достар көп витаминнің организмге сіңуіне болысып тұрады, поддержка жасап көмектесіп тұрады. Мысалы, магнийдің айталық, иә. Құр ғана магний ішкеннен пайда жоқ, если сізде организміңізде D3 низкий болып тұрса. Одан көмек жоқ, былайша айтқанда ол ауаға жіберу ғой енді магнийді. Сондықтан витамин D3-ді да нормасын біліп, анализ тапсырып, солай ішіңіздер деп кеңес етемін. Келесі витамин С, бұл жерде 1000 доза, тоже үлкен жақсы доза. Витамин С бізге иммунитет көтереді, витамин С бізге жақсы көңіл күй сыйлайды, достар. Сондықтан апатияда жүрсеңіздер, иә, қазір суықтар келе жатыр, достар. Сондықтан иммунитетін көтеріп аламын десеңіздер, витамин С ішіңіздер. Мына жерде 60 штук, күніне бірден ішкенде сізге 2 айға жетеді. Кстати, бұл ДЦ тоже, по-моему, на продажу. Бұны алатын несі жоқ. Хозяйны жоқ етті. Значит, келесі витамин бізде подросттарға арналған витамин. Плюс 12-18 жас аралығындағы балаларға аккуратно Айша арналған витамин, мына поливитамин көріп отырсыздар. Менің осы нелерімді, материалдарымды қарап отыратын, видео материалдарымды қарап отыратын кісілер біледі. Бұл витаминді мен көп кісілерге айтамын, ұсынамын, көп кісілер алып жатады. 90 штук күніне ішуден ішесіз, сонда бұл бір ыдысы бір балаға бір айға жетеді. Бұл Future Biotic деген фирма, Айхерттағы тоже жақсы фирмалардың бірі. Обратите внимание. Вот. Значит, келесі витамин менде комплекс Б, бренд Соларей, 73 жылдан бері бар, 50 жыл болды мына фирманың жүргеніне, Соларейдіне БАДы жасап, сондықтан сапасын өздеріңіз түсіне бересіздер, иә. Энергия береді организмге. Б витамин, достар, бізге тырнағымыз, шашымыз, кожамыздың эластичный болуы, Б витамин біздің нервіміздің спокойный болуы, Б витамин бізге иммунитет көтереді еще. Сондықтан еще Б витаминнің бір қасиеті организмде тез шығып кетеді. Тез қолданылып шығып кетеді. Сондықтан восстанавливать ету үшін бұл комплексті постоянно қабылдап отырыңыздар. Бұл жерде B1, B2, B3, B6, B12, еще есть фолиевая кислота, есть еще биотин на жерде көріп отырсыздар. Ну, комплекс деп айту керек. Сондықтан обратите внимание, өте жақсы витаминдер, работают, качественные витаминдер. Прям советую, друзья. Қайдан витамин аламын деп жүрген болсаңыздар, маған хабарласыңыздар, мен сізге қажетті витамин барлығын дозасымен, бағасымен бәрін көрсетіп беремін. Осы салада мен көп тәжірибем бар, көп хабарым бар, иә. Сондықтан компетентный осы салада, сондықтан хабарласыңыздар. Мынау Child Life деген фирма, детский фирма Айхерттағы, натуральный
БАДы жасаумен айналысады. Мына жерде эхиноцея для поднятия иммунитета ребенку, да. И бұл ыңғайлы. Мына жерде пипеткасы бар ашқан кезінде. И аздан каплямен солай бересіздер. 30 мл мына жерде. Вот. И сізге бір балаға 60 күнге жетеді деп жазылып тұр. Вот видите, да? 60 күнге деп жазылып тұр. Эхиноцея шөп бұл жерде Чайдла фирмасында кәдімгі органическим путем өсіріледі. Никакой это не синтетика. Сондықтан ценятся витамины из бренда Childlife. В основном жидкий витаминдер шығарады. С витамин, D3 витамин, жидкий кальций и так далее. Келесі витамин бізде ол для подростков тоже фирма Захлер деген. Бұл натуральный витаминмен айналысатын профессиональная фирма Захлер деген. Жақсы витаминдер детские. То же самое, да, как и здесь, поливитамин. Состав, смотрите, какой классный. Можете скринить, посмотреть, кому если интересно, друзья. Вот С бар, D3 бар на жерде, Е витамин, А витамин, Б витамин, магний, цинк, кальций, биотин. Все есть. Фолиевая кислота. Маған осы кездері көптеген қыздар жазады, именно подросток балаларының көз ауырады, подросток балаларының сүйектері нейлі, буындары ауырады, буындары сырқырайды деген сияқты ше. Сондай кісілерге арнап осындай витаминдарды ұсынатын едім. Соңғысы, достар, ол витамин для похудения. Энергия береді, метаболизмді реттейді, сонымен бірге адамды жаңағы аздыратын витамин. Бұл витамин тоже, кстати, на продажу. Кімге керек, достар, хабарласыңыздар. Күніне бір штук ішесіз, сонда сізге пайға жетеді. Мынау Force Factor деген бренд, жалпы өте профессиональный бренд, именно спортивный витаминдарға келген кезінде осы фирмада жақсы витаминдер бар. Мінекей барлығы көрсетіліп тұр, қай жақтан производство деген түсініп отырсыздар, иә. Барлығы американский качество, жоғарғы сапа. Так, енді бұл витаминдер бағасын, достар, ұмытып тұрмын, қазір өтірік айтпай қояйын, тағы да қазір скриндап осы неге салып отыратын боламын информацияға. Қарап шықсаңыздар болады, хабарласыңыздар. Осындай витаминдер, достар, барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Достар, бүгін сіздерге Ахербтен келген очередной посылкамды распаковка жасайтын боламын. Менің есімім Гүлжан. Осы Ахерб сайттан заказ беріп жүргеніме уже 5 жылға уақыт кетіп жатыр екен. Осы YouTube каналда мен өзімнің распаковкаларымды сіздермен бірге бөлісемін, және де кейбір ішкен витаминдерім туралы отзывтар айтамын. И Ахербқа заказ салу марафонын жүргіземін. Сондықтан осы каналға қош келдіңіздер. Енді қосылып жатқан қыздар болса, бұл жерде чисто витамин туралы айтылады. Витаминнің мен келгеніне 3-4 күн уақыт өтіп кетті, бірақ түсіре алмай жатырмын. Неге десеңіздер, сабақ оқып жатырмыз, кішкене қол тимей кетті. Біріншіден, екіншіден, бұның ішіндегі заказдар менің постоянный клиент қызымның заказы. Және де ол кісі бұл витаминдермен бөлек тағы да витаминдер алатын болып тұр, олар жолда. Сондықтан бәрін бірақ жібер дегесін мен асықпай сіздерге көрсеткен деп тұрмын. Витаминдарды мен салатын кезінде статусқа өзімнің WhatsApp номеріне жазамын. Қыздар витаминге заказ берейін деп жатырмын, кім қосылады деп, иә. Сол кезде қыздар жазады, Қазақстанның әр түкпірінен, Алматыдан, сөйтіп қосылып бірге заказ салып жібереміз. Келгеннен кейін мен оларға почтамен салып жіберемін деген сияқты, иә, ары қарай. Өйткені бір-екі витамин алу Ахерб сайттан невыгодно. Вот. Бұл енді совместная покупка деп айтылады. Достар, міне Ахербтен келген витаминдер осылай келеді, мынандай картонная бумага, чтобы жолда витаминдерге ешқандай зақым тимеді. Бұл витаминдердің барлығы тікелей Америкадан келеді, ешқандай не емес, оригинал бұлар, ешқандай көңілдеріңізде болмасын. Бұл фирма Ахерб серьезная организация, 27 жылдық несі бар, тарихы бар. Сондықтан бұл компанияға, маркетплейсқа нені өзінің рейтингісін түсіру қажет емес. Оригинал. Көп қыздар сұрайды, оригинал ма деген сияқты, сомневаться етпеңіздер. Витамин бауырға арналған для очищения печени, силимариновый комплекс. Вот, California Gold Nutrition деген бренд, ол Ахербтің собственный бренді. То есть, бренд уже маркетплейс қой, барлық фирмалардың затын сатып бермей айналысады. Валберес, Каспий, Озон сияқты, но уже дамып, үлкейіп, көркейіп, өзінің линейкасын шығарған California Gold Nutrition, Like Avenue, тағы корейский бір линейкасы бар, достар. Бірнеше өзінің уже бренді бар собственный. California Gold Nutrition солардың ішіндегі мен ең жақсы көретінім, көп қолданам. Біріншіден сапасы жаман емес, жақсы. Екіншіден бағасы өте жақсы болады, қыздар. California Gold Nutrition деген брендке. Ахербтен заказ беріп жүрген қыздар болса, осы брендтен без проблем ұялмай, қорықпай алуға болады. Силимариновый комплекс, бұл жерде без глютена, без сои, без ГМО, видите, да? Вот, 120 штук күніне бұдан біреу ішеді, сонда 120 күнге жетеді. 4 ай ғой сонда, иә? Енді, достар, составына келетін болсақ, мына жерде расторопша, артишок, куркума, видите, да? Сосын немене, скажите мне, чеснок бар екен, аздап. Потом қара бұрыш бар екен, аз-бас. Көріп отырсыздар, иә? Дозасын. Ой, вам видно, нет? Қисық ұстап тұрмын ба, қалай ұстап тұрмын өзі? Вот. Вот такой вот комплекс. Былайша айтқанда біздің советский аптекадағы эссенциалия, гипобения, солардың аналогы ғой Ахербтағы.
бағасы осы витамин алған кезінде 8.000 теңге болған. Қазір көріңіздер, өйткені доллар кішкене өсті, 480-ге жуық болып қалды ғой деймін, қателеспесем. Доллардың өскені бізге тиімсіз, өйткені біздің витаминдердің бәрінің бағасы доллармен да. То есть доллар өссе, витамин бағасы өседі. Доллар түссе, витамин бағасы түседі. Сондықтан маған лично өзіме витамин доллардың түскені витамин алғанға өте тиімді. Вот, срок годности 26 жылдың майына дейін, тамаша. Вот такой вот получается. Кім іздеді бауырға, бауыр тазалауға, я вот обратите внимание, селималиновый комплекс. Көп кезде болмай қалады сайтта, сондықтан қарап, бақылап отырасыздар. Вот. Так поставим, да? Чтобы вам видно было. Дальше, давайте начнем с наших бутылок. Вот такой вот комплекс. Тоже магний есть внутри, кальций есть. Для нерва, для тела, видите, да? 250 штук, большая банка. Большая сонымен қатар цинк бар, және D3 бар. Так, давайте дозасын көрсетейін сіздерге. Неге айхербті жақсы көремін, достар? Айхербта барлығы көрсетіліп тұрады, прозрачный, да? Неше дозасы бәрі. Ал көп витаминдерде бізде олай емес қой. Әйтеуір жазып қалса, составын болды, оның неше бар ішінде, точно бар ма, білмейсің ғой. Ал мына жерде бәрі қолмен қойғандай, міне санмен бәрін, как положено, грамотно. Вот, за что мне нравится айхерб. Күніне 3-ден ішесіз деп жазылған, сонда бір адамға 83 күнге жетеді. Так, D3-дің дозасы мына жерде 1000. Кальций 400, очень хорошая доза. Магний 800 даже, видите, да, классная доза. Цинк 15. Мына жерде магнум оксид, магний глицинат. Мына жерде магнийдің көріп неше түрлі формадағысы қосылып берілген ғой. Бұл витаминдер қымбатырақ. Обычно магнийларға қарағанда, өйткені көріп отырсыздар составы, мына көп құрама магнийдің әр түрінен жинақталып салынған. И кальций бар, D3 бар, то есть комплекс, цинк бар. Мен айтар едім, буыны ауыратын адамдар, мысалы, болады ғой, сүйегі сынды, құлап қалды, там деген сияқты, иә. Мына осы комплекстерді ішіңіздер, тез-тез восстанавливаться етесіздер организміңізге. Және де нервный болып жүретін, міне успокаивать дейді. Почему? Потому что магнийдің дозасын қарасаңыздаршы, 800 үлкен доза беріп тұр, да. Сондықтан осындай дозасына қарап алған дұрыс. Егер сіздің нервіңіз орында болса, жай ғана кальций ішкіңіз келсе, онда кальцийдің дозасын қарайсыз, магний көп, онда сізге ол мезетте керек емес деген сияқты. Сосын комплекс неге ішкен жақсы? Өйткені кальций бар ғой, организмге сіңу үшін магнийді, D3 тоже магнийді қажет етеді. Организмге сіңген кезінде магний болмаса, бұлар ауаға кеткен сияқты, дұрыс сіңбей, смываться етіп кетеді, да. Сондықтан магний міндетті түрде ішкен дұрыс. Магнийді организм өзі вырабатывать ете алмайды, оны извне алып отырады. Сондықтан магний ішіңіздер. Білмеймін енді, магний өте жақсы витамин. Қазір тағы да дополнительный көрсететін боламын. Өзінің несін, тек магний версиясында, мына жерде комплекстер келіп тұр ғой. Вот, осындай комплекс. Бренд Now, үлкен көріп отырсыз, да? Бренд Now айхербтағы ең жақсы брендтердің бірі. Енді бұл жерде айхербтен алуға мүмкіндіктеріңіз болмаса, қыздар, кәдімгі советский аптекадан осы Nowды іздеп көрсеңіздер болады, тоже аптекада сатылады. Но мен білмеймін бағасын. Бізден айхербтан қымбат па, арзан ба? Енді оны өздеріңіз салыстырып көресіздер. Міне тоже без ГМО. Вот. Енді мен ұзақ уақыт айта беремін, енді бұл айхерб витаминдер туралы. Тыңдайтын адам болса, мен айтудан жалықпаймын. Өте жақсы сапалы витаминдер. Так, состав, несін дозасын, срок годности тоже, может, кого-то, если интересует, смотрите, 28 жылдың 7 айына дейін. Мынау іше бересіз. И потом бар ғой, қыздар, міне алып алдым, үлкен бутылка, там 22 жылға дейін срок годности, там 2 күнде бір ішіп, 3 күнде бір ішіп тұрайшы деген болмайды, да. Ішесіз ба, регулярно ішіңіз, да, вот результат болады сол кезде. 5 күн ішіп, 3 күн ішпей, 2 күн ішіп, ондай керек емес. Нормально, неге будильникқа қойып отырып, кәдімгідей уақыт-уақытымен ішіңіздер. Денсаулықтан артық ештеңке жоқ. Келесі витамин Калифорния голд нутришнның омегасы, балықтың майы, өзіміздің тілмен айтқанда 100 штук, күніне 2-ден ішесіз. Так, 2-ден ішесіз, достар. 2-ден ішесіз, сонда сізге бір несі ыдысы 50 күнге жетеді, 50 күнге жетеді. Так, мына жерде бар ғой, мен айтайын сіздерге. Өзі омега ішетін кісілер біледі. Мына EPA мен DHA-ді қосқан кезінде 1000 болғаны енді нормально жақсы, да. Мына жерде бізде 1000-ға жетпейді, 650 ғана. Сондықтан обратите внимание, бұл сондай мощный, такой супер омега емес. Бұл обычный, кәдімгі поддержка беру үшін ғана арналған омега. Түсінесіздер, егер сізге врач 1500 или 1000 доза омега іштесе, мынау сізге жарамайды. Сізге уже супер омега, Carlson Labs'тың ба, сондай алу керек, да, более мощнее. Ну, мен осыны ішем, и мен результат көріп жатырмын, қыздар. Омеганы ішем, потом D3-ді қосып ішем, и мне легче, жақсы жүрем, көңіл күйім жақсы, и шаршамаймын. И ұйқым
кішкене реттелді. Мысалы ұйықтай бергім келетін тұғында кішкене басымды көтеріп басқа да тірліктер айналысу керек қой, қашан ұйықтап жата бересің, өмір өтіп кетеді ғой да ұйқымен. Сондықтан омега D3 ішіңіздер. Сондай жалқаулық деген ол ондай емес, ол просто витамин жетіспегеннен, ол мінез емес, ол адамның бір әдеті емес, онымен бороться етуге болады. Жаңағы ұйқышылдық жалқаулықпен омега ішіңіз, D3 ішіңіз, өмірге деген құлшынысыңыз артады. Совет заманында балықтың майын каждый четверг беріп отырған. Қазір ондай мүмкіндік жоқ, күнде балық жемейміз, мен осылай омегамен толтырып отырамын. Видите, да, без глютена, без сои, без ГМО, чисто натуральный. И потом тағы айта кететін нәрсе, омега көп, омега-3, рыбий жир, неше түрлі фирмаларда бар, российский, там, не знаю, көп қой. Но американские именно айхерптікі ценятся, уже врачтар назначают, потому что бұл жерде балықтың майы анандай, қалай айтсам екен сізге, тоғанда өсірілген, қолмен, искусственным неде, водоемда өсірілген балықтан алынбайды бұлардікі. Бұлар омеганы, балықтың майын неде, кәдімгі мұхитта өсіп жүр, еркін өмір сүрген балықтардан алады. Түсініп отырсыздар, иә? И және де олардың бұлар бауырдан алмайды нені, жырды, кәдімгі балықтың майынан алады да, таза. Түсініп отырсыздар ма? Ал бауыр білесіздер қандай, загрязненный орган, балықтың бауыр болса да ол міндетті түрде не қылады, қалай айтсам екен сізге, сапасыз болады да. Қазақша айтқан кезде бауырды білесіздер ғой, фильтр, ол ең жаман организмдегі бәрін сүзіп сөйтіп отырады да. И содан сізге май жасап береді, как вам? Соны ішкен жақсы ма, жоқ кәдімгідей балықтың кәдімгі майынан жасалған омегалы жақсы ма? Соны салыстырып қалаңыздар. Россияда орыстар мысалы көбісі омеганы айхерптан алады да. Айхерп. Неге? Өйткені олар да біледі, оларды білесіз ғой, олар екі нәрсенің бәрін іше бермейді. Сондықтан осындай жақсы дүниелерге ұмтылыңыздар деп жатқаным ғой. Бағасы бұлар достар сайтта 4200, енді сол 4500 сондай бағада болатын еді. Но доллар көтерілді ма деп мен ойласам, бұлардың бағасы 6000-ға шығып кетті осы кездері. Сайтты байқалап жүрген қыздар біледі, бір 2-3 күн болды осы омеган именно бағасын қатты көтеріп отыр да. И мен ойладым, доллар көтергеннен шығар деп, егер мен басқа витаминдерді қарасам, жоқ, басқа витаминдер нормальный бағасын, жалпы омеган бағасын көтерген, именно осы Калифорния Gold Nutrition'дікін. Вот, түсінбедім. Ну, все равно аламыз, заказ береміз, ішеміз қыздар. Вот. Енді қандай отзыв айтам, шашым, тырнағым более не болды, мықты бола бастады. Шашым, білмеймін, өзіме кәдімгі жылтырап, түскені азайды. Енді ұнап жатыр омега, маған енді супер. Тоқтамай ішіңіздер қазір кесе. Так, срок годности тоже 25 жылға дейін. Достар, аралай жалғастырайық, кальциевая лампам өшіп қалды, сосын қайттан қосып, сіздерге қосылып жатырмын. Так, келесі витамин, достар, ол жаңа сіздерге айтып өттім ғой, D3, California Gold Nutrition тоже, мына жерде 5000 доза. Вот, смотрите, вот так. Осылай ішіңіздер, достар. Осылай ішіңіздер, California Gold Nutrition, айхерптан витамин алып жүрген қыздар. Доступный, удобный, результат бар. Мынаны бар ғой, осы екеуін в комплексе ішіп, бір күннен кейін сіздерге результат болмаса, маған осы комментарийға жазып кетіңіздерші, Гүлжан, қалай сен өтірік айттың деп, өйтіп жазбайды ешкім, жазылмайды, өйткені результат бірден, кәдімгідей көзің ашылады, как будто бір көңіл күйің жақсы болады, ұйқың дұрысталады бар ғой, и құштарлығың артады, шаршамайсың, кәдімгі энергичный болып жүресіңдер, достар. 5000 доза, бұл доза үлкендердікі негізінде, күніне бір штуктан, сонда сізге 90 күнге жетеді, 3 айға жетеді 5000. Мен бірақ қазір, достар, 10 ішіп жатырмын. То есть, осыдан 2 таблеткадан ішіп аламын. Қазір мен даже көрсетсем деп болады, сіздерге холодильникке салып қойғам. Так, мынау менікі. Мына жерде просто менде 360 штук 1 жылға жететін деп жасағаны ғой, ана жерде 3 айға. То есть, мынандай ғой. Мынандай. Осыдан екеу ішіп аламын, сонда 10 доза ғой, 5 мыңнан. Екеу ішсем 10 доза. И 2 омега ішем, енді ол, по идее, аннотациясында екеу іш деп жазылған. И все, осымен сумен ішіп жүрем, артынан каша жеймін, таңертең, завтрактың алдында. Прям наташап ішіп алғаныңыздар да болады. Вот. И солай жүресіздер, өте жақсы, прям супер, рекомендую. 5000 доза мына жерде. Енді 24 жылға дейін, апрельдің, шақалақтарға да беруге болады. Мен балам 9-да, 10-ға толады, тоже берем 5000 доза. Нормально. Вот. Енді совсем кішкентай балдарға 2000 доза, 1000 доза, или капли жидкие. Вот. Енді достар, D3-дің мынандай тағы да бір түрі бар. Бұл жерде 10 мыңдық. Бұл уже кәдімгідей врачпен назначение алған адамдар ішеді. 10 мың доза енді үлкен доза. Тоже для поднятия иммунитета, мына көріп отырсыздар, для роста деп айтылады енді. Мына 120 штук, күніне бір үйден ішесіз, сонда сізге 120 күнге жетеді. Так, значит, мына жерде 10 мың доза, мына жерде 5000 доза. То есть повседневно ішетін кісілер 5000 доза ішесіздер, ал врач назначениесімен жүдә D3 төмен кісілерге анализ тапсырады оған арнайы, достар, лабораторияда. Олар 10 мың ішесіздер. Вот. Енді бұдан да үлкен дозасы бар, 50 мың доза, оны аптасына бір рет ішеді. Вот.
Значит, D3 түсіндірдім, тоже бренд мынау, один из лучших на Айхербе. Вот, видите, да, бәрібір фирмадан. Так, дальше мынандай витамин, бұл Nature's Way деген брендікі. Бұл организмдегі сахардың көлемін реттеу үшін 90 штук мына жерде. Метаболизмді реттейді деп жазылған, иә, именно сахардың. Так, мына жерде составы көрсетіліп тұр. Может, кому-то интересно, скриндап алсаңыздар болады. Міне. Мына жерде көбісінде өсімдіктер, то есть натуральный өнім ғой. А витамин бар ішінде, қалғандардың бәрі кәдімгі нелер. Көріп отырсыздар, иә, нелер. Овощи и фрукты. Так, что еще есть? Вот такой вот получается. Бірінші заказ беріп тұрмыз негізінде. Міне 6 шөптің қосындысы деп жазылып тұр. Міне составы. Күніне 3-ден ішесіз. Сонда 1 айға жетеді. Вот. Дальше витамин. Бұл магний. 21 центуридігі. Біреу бердің ба? Екеу болу керек сияқты еді. Магний 250 микрограмм. Или келесі заказда келе жатыр ма? В общем, бұл біреу ғана емес, мен бірнешеуін бердім. 120 штук, 110 штук, 110 күнге жетеді. Потому что біреуден ғана ішеді. Міне ішінде кальций кішкене қосыпты. Кальций 65 микрограмм, магний 250, магний оксид. Мына жерде көріңіздер. Ал мына жерде магнийдің бисмиллах. Бұзып жүрмін ғой. Значит, мына жерде магний оксид, магний глицинат, таурат, цитрат, аквамин дейді. А мына жерде только оксид. Осылай составтарын салыстырып біле бересіздер. Вот, 250 доза. Так, 8 жастан асқан балаларға да уже шеберге болады. Вот. Бойы өсу үшін не деп тұр? Өйткені аз-маз кальций қосқан ғой, сол үшін ғой деймін. Нервы успокаивает, және де нені. Скажите мне, не деп айтады, не мына аяқтарды ұстап қалады, сіңірі тартылып қалу, иә? Соның бәріне магний жетіспегеннен достар. Аяғы ауыр қыздар, тем более білесіздер, иә? Вот. Дальше. Соңғы витамин, бұл Nature's Craft деген бренд. Айхербта бірінші заказ беріп тұрмын бұл неге? Витаминге. Мына жерде витаминна фирмаға. Білмеймін, Айхербта новый ма, или мен бұрын көрмеген ба? Мен үшін новый болып тұр осы бренд. G-Curve деп айтылады. Бұл жерде для женщин, для здоровья женщин 60 штук. 30 күнге жетеді деп жазылған, сонда 2-ден ішіледі. 30 күнге жетеді, 2-ден ішіледі. Міне составы тоже. Мына жерде бәрі шөптер. Мака дейді. Трипулюс полиподиум дейді. Ну, в общем, эларгинин дейді. В общем, вот такие вот получаются витамины. Экстракт хорный гуд, wet экстракт. Эпидемии. В общем, друзья, для поднятия иммунитета. Вот, скринді алсаңыздар болады. Тогда оқып, мен алдында алған кезде оқып, жақсы екен деп алған едім, қазір бәрін ұмытып қалдым, честно говоря. Вот, порошки, да, видите? Шөптерден жасалынған осындай состав комплексный. Вот, срок годности. Так, 25 жыл, 5 ай дейді. Так вот, вот такой вот комплекс для женщин, для поднятия иммунитета, для женского здоровья, мака қосылған дейді. Для того, чтобы поднять энергию дейді и тонус дейді. Вот. Вот такой получается был мой заказ. Міне осымен бітті, коробка пустая. Так, алған витаминдерім осылар болды. Қыздар, барлықтарыңызға рахмет. Осы видеоны қарағандарыңыз үшін лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Достар, Айхербта не заказ беріп жатсыздар. Вот. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, заказ салып үйренемін десеңіздер, хабарласыңыздар, WhatsApp номерден қойып кетемін. Барлықтарыңызға рахмет, қыздар, сау болыңыздар.